Иә ата, сол күйді тартып беріңізші. Жарайды балалар, тартып берейін. Иә, бұл күйдің сыры тереңбе, босқа төгілген қан кеңіңнің үні бар. Алты өрімдей жас жігіт, түркімендердің жас бойжеткендері, кекке қақталған жүректері-ай, мұның мүлгіп жатқан соның куәсі балам. Қазақтың батыры Дүйімқара, түркіменнің батыры Көкбөрі де, екеуі де өз ұлтының айтулы батырлары болған. Дүйімқара тыныш жатқан түркімен ауылына шауып, малын алып, арларына тиді. Көкбөрі де қазақ ауылына не бір сойқанды көрсетті ғой. Бұл күйде терең сыр бар, ананың көз жасы бар, әкенің жүрегінің қанды жасы бар балалар. Ал жүріңдер, сапарымызды ары қарай жалғастырайық. Маңғыстау, қазақ пен түркіменнің арасындағы алауыздық жауласушы. Жөнейіт пен Мәмбет Сана түркімен ауылының айтулы батырлары. Мәмбет Сана найза бойламас қулығымен, арамдығымен танылатын кейіпкер. Түркіменнің батыры Көкбөрі жападан жалғыз Дүйімқараға соқтығып опат болған. Інісінің өлімі Жөнейітке ауыр тиді. Құрбан айт мейрамында Жөнейіттің ауылына Дүйімқараның шапқыншылығы қанды кекке келеді. Екі ұлы да жаугершілікте опат болған. Кенже ұлы Дәулет Туташы. Дүйімқараға деген кек ашындырған Жөнейіт ұлын жауына қарсы аттандырады. Дәулет те қаза болған. Қасындағы нөкерлері Дәулеттің құны деп 6 қазақ жігіттерін тұтқындап әкеледі. Адамзат үшін ең ауыр жаза 6 жас жігітті мәңгүрттікке айналдырады. Түркімен ауылы, Мәмбет Бана, Жөнейіт. Дүйімқараның қорлығы асып барады. Малды алғанмен қоймай, ылғи да ар намысқа тиеді. Мұсылман үшін қасиет мерекесі құрбан айта келіп, ауылда еркек кемдіктің жоқтығын пайдаланып, қыздардың намысын таптап, Мәмбет Бана аш бұл қорлыққа қалай шыдауға болады? Біз үшін жылқы барымыз болса, қыз бала арымыз емес пе? Адам түгілі, Құдайды ұмытқан айланкес. Дүйімқара әткеншектердің арқанын қиып, қыздарымызды ауылдың қақ ортасына шығарып, қатын қалашты, қамшының астына салып, шыңғыртып, бейгүнә қыздарымызды қасындағы жандай шап, жүрексіз әскерлеріне қорлатты. Бұл кек қалай ұмытылады? Намысқа шыдай алмай, құздан құлаған қыздарымыздың өмірін кім қайтарады? Жақын маңда Қанқұйлы Дүйімқараның нағашысының ауылы бар. Сол ауылға шабайық. Байлап, маттап, тұтқын қалайық. Кек қайтарылған тек кекпен жуылады. Батаңызды беріңіз, жорыққа аттанайық. Жорыққанда жолдарың болсын. Аллаху акбар. Жорыққанда жолдарың болсын, Аллам өзі жар болсын. Әмин бәбіше, айтқаның келсін. Шабарман, атыңды алып кел.
мәңгүрттікке айналдырады. 6 қазақ жігіті. Шаштары тақырланып алынып, жылы шекеге киілген жылы тері. Көздерінен жас парлап, кісендері шықырлап, қалшылдап, дірілдеп арпалысқа түсті. 6 тұтқын айдалада, ауыз жаппай сарнап жатыр, зар илеп шыңғырады. Терінің астынан шыққан шаш, қайтадан бастың қаңқасын тесіп керісті. 6 тұтқын елі қайда, жері қайда, өзінің кім екенін білмейтін мәңгүртке айналды. Обалы біз емес, дүйім қарада, көзі қанға толы, дүйім қарада. 6 тұтқын жас жігіттің не істедіңдер? Дүйімқараның нағашысының ауылынан келген 6 тұтқын жас жігіт обалдары Дүйімқарада. Көкбөріге берілген аста сойылған ақтайлақтың терісі мәңгілік бастарына қапталды. 5 мәңгүртті ауылға алып қал. Өле-өлгенше есігімізде құл болсын, тезек берсін, мал бақсын. Бұлар адамдықтан айырылған бос кеуде пақырлар. Ал ең кішкентайы Дүйімқараның нағашысының кенже ұлы. Соны ауылдың сыртына батып тастаңдар. Көрсін өз тұлымдықтарының қайтарымын. Ақылынан мәңгі адасқан ұлдарын көріп, тірідей көрге көмілсін. Қайтарылған кет болсын. Жақсы, кеттік. Түркмендер, қазақтар, бізге осы не жетпейді. Дініміз бір, тіліміз ұқсайды. Неге жассызған тәуге құмармыз? Ауылда бейуақта жау шапты. 6 бозбала жігітті тұтқынға алып кетті. Тағдырлары не болады екен? Көп тұтқынның ішінде менің құлыным, кішкентайым Қасымым да бар. Аман құтылса екен қапастан, шүнеттің қаны кекке қарайған. Көкбөрінің артындағы шоның өлімі оған оңай тиген жоқ. Бірақ екі ел арасындағы арыздық қашанға дейін жалғаса бермек. Әлі қаншама жазықсыз жанын қан төгілерін кім білсін. Құлыным, Қасымтайым, аман құтылса екен қапастан. Жүрегім. Сен мәңгүртсің. Сенің тілің де жоқ, дінің де жоқ, бос кеуде пақырсың. Сен мына бізге тәуелдісің. Саған бұл не дауыстар болды шығып жатқан? Кімдер болды екен бұлар? Құдай, бұл кім болды екен? Қасым! Құлынқайым! Қалай құтылдың және иттің қақпанынан? Сау-сау, қойырғым бітің, аман көрдім ау баламды. Қалай құтылдың қапастан, Қасым, неге демейсін? Мен сенің ананың ғой, Қасым. Жалғыз түркмендер, адамзаттың есені қыстырар. Ең ауыр жаза түрін ойлап тауып, Қасымның басына көм қаптатып талынбайтын. Мәңгүрттікке айналыпты адамзаттық сезімі жоқ. Тыңдаш балапан, олар сенің басынан естіген кеш көрейін. Есіне түсірші құлыным, есіне түсірші Қасымым, саған кішкентай кезінде айтып берген. Есің білетін боларсың, есіне түсірші құлыным. Әлди, құлыным, ұйықтай қойшы құлыным. Шілдік шағып заманның құрбаны болған құлыным. Ең ауыр жаза, ең ауыр тағдыр дәлкегіне ұшырайтындай не жаздың балам. Қатты терінің астан шыққан жар, теріден асылмай миымды тескенде, жанымды шыңғырғанымда, өзіңді, ұлтыңды, дініңді, туыстарының бет жүзін, әке шешенің дидарын ұмытқанымда, мына сені дүниеге әкелгенім үшін, мына сені туғаным үшін неге мені қарғамадың екен, құлыным? Тақпас жүнен, сенің үніңді,
қасіреті